Сәлем шебер ханымдар. Бүгін біз сіздермен осындай мінеки майлық салғыш салфетница жасайтын боламыз. Қараңыздар, мінеки дастарханда осылай тұрады. Өте әдемі, ыңғайлы, біркелкі салфетница жасаймыз. Ол үшін бізге керек мінеки мойшақ. Мойшағымыз бізде 8 мм, сосын леска. Лескамыз бізде 6 мм. Ең бірінші біз әдеттегідей лескамыздың бір жақ шетімізге 4 мойшақты енгізіп аламыз. Лескамызды теңестіреміз. Кейін лесканың кез келген ұшын өзіміздің сол шығып тұрған қай жағынан лесканың қай жақ ұшын таңдадыңыз, сол жақ мойшаққа лескамызды кері кіргізіп түйін жасаймыз. Әдеттегідей өзіміздің жасап жүрген түйініміз. Осы түйінге келесі лескамызды кіргіземіз. Екінші шетте, бұл жерде мұқият болыңыздар, мына жерде біздің лескамыз міне осы жер айналып кетпесін, яғни бұл мінеки көрсек қозғалып тұрған леска үстінде болу керек. Сол кезде сіздің тоқымаңыз қатты және түзу болады. Және осы жердегі түйініміз мойшақтың ортасында болу керек. Қатты тартамыз. Тағы да жалғастырамыз. Енді біз лесканың бір жақ бұрышына 2 мойшақ, бір жақ ұшына 1 мойшақ аламыз. Екеуін теңестіреміз да жаңағы 4 бұрышқа әкеліп. 2 мойшақ алған жағымыздың 1 мойшағына сол лесканы қайтадан кері кіргізіп әдеттегі түйін жасаймыз. Көрдіңіз бе, менде мына жерде мінеки айналып тұр. Айналып кетіп баратыр. Оны біз түзетуіміз керек. Осылай. Міне, ашуымыз керек. Сосын мына лесканы кіргіземіз да қайта тартамыз. Тартамыз. Біз 2 ромбик жасадық. Енді бізге осындай негізі 13 ромбик, жалпы 13 болу керек. Біз 2-ін істедік, енді тағы да 11-ін істейміз. Міне қараңыздар, мен 12 қатар тоқыдым. 12 ромбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Енді 13-ші бізде ол бұрылысы. Яғни біз қазір әдеттегідей өзіміздің бір жағымызға мінеки сол жақтағы лескаға 1, оң жақтағы лескаға 2 аламда. Бұл жерде біз қазір керісінше жасаймыз. Бір мойшаққа түйін жасаймыз. Бір мойшаққа түйін жасаймыз. Түйінімізді қозғалатын жағымыз үстінде болу керек. Міне. Содан 2 мойшақ тұрған лескамызды түйінімізден өткіземіз. Тартамыз. Көрдіңіздер ме? Біздің лескамыз жоғары қарады, оң жаққа, сол жаққа мінеки. Ал енді осы жерде біз оң жақтағы лескаға 3 мойшақты аламыз да әдеттегі өзіміздің тоқу әдісіне көшеміз. Мына жерге қара фон әдейі қойдым, бұл жерде леска көрінсін деп. Қара фонда. Мінеки, енді 3 мойшақ алғаннан кейін соңғы 3-ші мойшаққа әлі де сол оң жақтағы лескамен жұмыс жасап жатырмыз. Түйін жасаймыз да сол жақтағы лесканы кіргіземіз. Тартамыз.
сол астына қарап тұрған лескамызды мына жанымыздағы мойшаққа кіргіземіз. Енді біздің лескамыз біреуі үстіне, біреуі астына қарап тұр. Қазір біз үстіндегі лескаға 2 мойшақты аламыз. Содан соңғы мойшаққа кіргіземіз лескамызды. Сол астымызға қарап тұрған лесканы түйінге өткізіп тартамыз. Бұл жерде түйініміз ортада болғанын қадағалау керек. Қатты тартамыз. Дәл осылай біз қазір мына қатарды тоқып сауымыз керек. Мына екінші қатарда осылай аяқтауымыз керек. Мінекей шебер қамдар, қараңыздар, біз мінекей 2 қатар тоқыдық, иә. Енді біздің келесі біздің ойымыз мінекей мына 3 бұрышты тоқу. Ол үшін біз қазір мына лескамызды, оң жаққа қарап тұрған лескамызды қараңыздар, жанымызда тұрған, иә, мойшаққа кіргіземіз. Көрінемекен. Біздің мақсатымыз осы лесканы мына екінші мойшаққа шығару. Ол үшін біз қайтадан оны жанында тұрған лескаға кіргіземіз. Енді сол жаққа бұрып, яғни бір ромбикті біз айналып тоқып шығамыз. Оң жақтағы лескамен мақсатымызға жеттік. Енді дәл сол іс-әрекетті сол жақтағы лесканы қайталаймыз. Тек қана біз қасымызда тұрған ромбикті айналып шығуымыз керек бері қарай. Ол үшін біз мінекей астына бір мойшақ төмен түсеміз. Сол жақтағы мойшаққа жоғарыда тұрған мойшаққа. Енді мына лескаға қарама-қайшы, яғни оң жақтағы лескаға бұрып аламыз. Енді қараңыздар, мінекей бізде осы жерде шықты, яғни біз бір мойшақты өткізіп жібердік. Енді әлгінде есіңізде бар ма, біз екінші қатар тоқығанда 3 мойшақты алдық. Дәл солай етіп қазір тоқимыз, бірақ мына бір мойшаққа жетпей. Яғни бізде мына жерде егер 13 болса, біз біреуін алып тастасақ 12, біз 12 қатар тоқымаймыз. Мына тағы біреуін алып тастаймыз да 11 қатар етіп тоқитын боламыз. Қазір тағы да қайталап өтейік. Оң жақтағы тұрған леска 3 мойшақты аламыз. Түйін жасаймыз. Түйінге өткіземіз лескамызды, тартамыз. Жанымыздағы мойшаққа лескамызды өткіземіз. Көрдіңіздер ме? Бізде не шықты? Яғни ақырын біз азайтқанмен бізде мына жерде түзу 3 бұрыш шығатын болады. Ары қарата жалғастырамыз. Міне қыздар, қараңыздар. Екі жақ бұрышы тең болды. Енді мен өз ыңғайымнан былай бұрып аламын. Қазір біз дәл жаңағыдай мына лескамызды мына мойшақтан мына мойшаққа аударуымыз керек. Ол үшін біз тағы да қайталаймыз. Мінекей төмен жақтағы бір мойшаққа кіргізіп, жанындағы мойшаққа, үстіндегі мойшаққа. Және бізге
қажет моншаққа кіргіземіз. Ал енді екінші лесканы біз жанымыздағы ромбикті өткіземіз. Егер өтпей жатса, кішкене былай майыстырсаңыз болады, сонда өтеді. Және лескаңызды қиған кезде қайшымен 45 градуста етіп қисаңыздар, кішкене үшкірлеу болады. Міне, көрініп тұр ма сіздерге? Көрінбейді екен, тартамыз. Енді қарама-қайшы біздің бірінші лескамызға қарама-қайшы етіп кіргізе аламыз. Ары қаратай тоқуды жалғастырамыз. Тек қана осы моншаққа дейін. Яғни әрдайым бір моншақты қалдырып отырамыз. Міне менің үш бұрышым дайын болды. Дәл осында 2-3 бұрыш тоқимыз. Мінекей. Менде екеуі бірдей болып тоқылды. Енді қараңыздар, біз қазір осы екеуін ортасынан қосу керекпіз. Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін біз қазір леска аламыз. Лескамыз қатты ұзын болмай-ақ қойсын. Өйткені біз мына жерден бірақ қатар етіп тоқимыз. Ол үшін лескамызды алғанда бұрыштарын 45 см етіп қиып алайын. 45 градус. Енді қараңыздар, мына бір бөліктен және екінші бөліктен өткізбес бұрын бір моншақты ілгері алыңызды, екінші бөліктен өткіземіз. Лескамызды теңестіреміз. Одан кейін лескамыздың кез келген шетіне алып бір моншақты аламыз да түйін жасаймыз. Түйінге екінші лескамызды кіргіземіз. Тартамыз. Қатты тартамыз. Енді оң жақтағы лескамызды оң жақ бөліктің қасындағы тұрған моншаққа кіргіземіз. Сол жақтағымызды сол жаққа кіргіземіз. Енді тағы да көрсетіп шығайын. Бір моншақты аламыз. Түйін жасаймыз. Түйінге моншағымызды кіргіземіз, тартамыз. Дәл осылай біз барлығын үйістіп, шетіне дейін қосып шығамыз. Міне мен аяқтадым, барлығын тоқыдық. Енді қараңыздар, міне ортасынан бізде 5-еу шықты. Осы жерден біз мына 3-3-тен санап аламыз да, бұлай жоғарыға көтереміз. Және мына жақтан да бұлай 3-еуін санап тігінен көтереміз. Қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Қалай шығады? Енді осы жерде біз тігінен көтергенде, мінекей қараңыздар, бүйірінен қарағанда біз мына моншақтарды тоқып шығуымыз керек. Ол үшін біз қалай істейміз? Қазір әзірге былай көлденең қоя тұрайық. Лескамызды аламыз. Кіргіземіз. Міне бірінші моншаққа, бүйірінен тұрған екінші моншаққа кіргіземіз де,
теңестіреміз. Енді астына қарап тұрған, мына жақтан қарап тұрған лескаға 2 мойшақ ілеміз да, түйін жасап, мына лескамызды кіргізіп тартамыз. Қатты тартамыз. Жанымызда тұрған мойшаққа лескамызды кіргіземіз, жоғарыға қарап тұрған лесканы. Енді астына қарап тұрған лескадан тағы 2 мойшақты аламыз. Түйін тағы да жасаймыз. Тағы да кіргіземіз. Ал енді үстіне қарап тұрған лескадан мінекей жанында тұрған мойшаққа, көлденең тұрған мойшаққа, тігінен тұрған мойшаққа деген кіргіземіз да, соған 1 мойшақты алып, сол мойшаққа түйін жасап, тартамыз. Түйінімізге лескамызды кіргізіп тартамыз. Бірінші бүйір бізде аяқталды. Дәл өстіп, біз мына жақтан екінші бүйірді тоқып шығуымыз керек. Міне екінші жағында олай тоқып қойдық, екі жағын. Ал енді өзіміздің майлығымызды салып көрейік. Көлемі бойынша өте әдемі, ыңғайлы майлық болып шыға келді. Осындай майлықтармен де екеу столдың екі жақ шетіне әдемілеп қойса болады.